Адамның бауыры өзін-өзі тазартатын жалғыз ағза. Ол 30-ға жуық биохимиялық функцияларды орындайды. Бауыр неге шлаққа толады? Бауырдың ең қауіпті жауы алкогольді ішімдік. Оның құрамындағы этил спирті ақуыздардың синтезіне, көмірсулардың өзгеруіне және эндогендік компоненттердің жойылуына жауап беретін дене жасушаларын бұзады. Осыған байланысты бауырда созылмалы қабыну пайда болады. Кей жағдайда токсикалық улану мен дәрі-дәрмектің әсерінен де бауыр ауырады. Дұрыс емес тамақтануда әсер етеді. Сіз шамадан артық тамақтансаңыз, майлы және тәтті тағамдарды жесеңіз, қарныңызды фастфудпен тойдырсаңыз, онда бауырға салмақ түседі. Одан бөлек, метаболикалық бұзылулар, семіздік және вирустық аурулар да бауырға зиян екенін ескеріңіз. Отырықшы өмір салтыда бауырдың жұмысын бұзатынын біле жүріңіз. Бауырдың шлаққа толғанын қалай білеміз? Егер теріде проблема болса, жүрек айныса, қыжыл және кекіру мазаласа, іш қатса, ауызға ащы дәм келсе, онда сізге бауырыңызды тазалауға тура келеді. Енді бауырды қалай тазалаймыз? Бауырды тазалау үшін дәрігерлер дәрі-дәрмек тағайындайды, арнайы диета ұсынады. Ал егер үй жағдайында бауырды шлактан, токсиннен тазартуды таңдасаңыз, онда мына кеңестерді орындаңыз. Дұрыс тамақтану. Тамақтану мәзіріңізді қайта жасауға тура келеді. Себебі тізімдегі қуырылған, тұзды, ащы және ысталған тағамдарды, консервілерді, күшті ет сорпаларын сызып тастаңыз. Оның орнына көкөністермен, жемістермен, қышқыл сүт өнімдерімен байытыңыз. Бұл тағамдар өттің ағуын жақсартады. Бауырға пайдалы азықтар. Көкөністерден кәді, қырыққабат түрлері, асқабақ, қоян шөп пен қызанақ. Көктерден аскөк, ас жапырақ, күнзе, ақжелкен. Цитрусты жемістерден грейпфрут, апельсин, лимон. Жеміс жидектен алма, банан, құлпынай мен інжір. Жармадан кебек пен сұлы. Өсімдік майы, күнбағыс, зығыры, зәйтүн және жүгері майы. Сүт өнімдерінен ірімшік, йогурт, қаймақ. Көкөніс шырындары, сәбіз, қызылша және қияр бауырға өте пайдалы. Оларды араластыруға немесе бөлек ішуге де болады. Бір апта бойы күніне 2-3 рет жарты стаканнан ішсеңіз, бауырды тазартады. Су ішу. Бауырды тазарту үшін сұйықтықты жеткілікті мөлшерде ішу керек. Күніне кем дегенде 2 литр ауыз суды тұтыну керек. Дәстүрлі медицинадан көк шай мен шөп тұнбалары керемет көмектеседі. Су емі. Ванна мен саунадан да дене токсиндерді кетіре алады. Шамадан тыс терлеу арқылы токсиндер жойылады және тесіктер жақсы тазаланады. Осылайша сіз иммундық жүйені нығайтасыз. Су емін қабылдаудан алдын жылы су немесе өт айдайтын тұнба ішіңіз. Сонда нәтижесі өзіңіз ойлағаннан да керемет болады. Физикалық белсенділік. Отырықшы өмір салты өттің тоғырауына себепші болады. Сондықтан спортпен айналысу және дене шынықтырумен айналысу маңызды. Көбірек таза ауада серуендеңіз. Жүріңіз, жүгіріңіз. Күнделікті режиммен тыңғылықты ұйқы. Тамақтану және физикалық белсенділіктен басқа, жақсы ұйқыда бауырдың саулығы үшін маңызды. Бір уақытта ұйықтауға тырысыңыз. 6 сағаттан артық ұйықтаңыз. Бауыр ұйқы кезінде белсенді жұмыс істейді. Қандағы майларды кетіреді және улы уыттарды шығарады. Ерекше белсенділік сағат түнгі 1-ден 3-ке дейін жүреді. Тазалау кезеңінде Е және С дәрумендерін, сондай-ақ антиоксиданттарды қабылдау ұсынылады. Қосымша заттардың дозасы мен қолдану ұзақтығын емдеуші дәрігер ғана тағайындауы керек. Бауырды тазартудың әдістерін қолданып көргеннен кейін, сіз өзіңізді жақсы сезінесіз және терідегі өзгерістерді байқайсыз.